Сәлеметсіздер, құрметтілерім. Бүгін мен сіздерге тағы бір ойып көрсетейін деп жатырмын. Әдеттегідей, ол үшін шаршы қағазды, жаңағы А4 қағазын шаршылап кесіп, артық жерін қиып алып тастаймыз. Артық жерін қиып тастағаннан кейін осылай үшбұрыштап бүктеп алып, содан кейін үшбұрыштың өзін, жартылай үшбұрыштың өзін видеода көріп тұрғандарыңыздай тұмарша сияқтыға келтіріп, мінекей екі жағын қатты бірінші сындырып алмайсыздар. Осылай бір-біріне жеткізіп отырып, мына жағы дегенің асып кетпеу керек, екі жағы бір-біріне жетіп, артық емес, кем емес қып, осылай бүктеп аласыздар видеодағыдай. Бұл жаңағы үшбұрышты дөңгелек ою сызуға мына жер мысалға осылай келтіріп бүктейсіздер. Екі жағы бірдей жетіп тұру керек, мінекей. Бүктедіңіздер, артық жер қалған жоқ. Егер жеткіліксіз болып, ішкі бүктеген жеткіліксіз болып, сырты асып кетіп жатса, жаңағы оюларыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Енді мен бұл жерде қарындашпен әдеттегідей өткен видеоларымда да айтқанмын, алдын ала сызып аламын оюымды, содан кейін маркермен бастырып сіздерге әдемілеп көрсетуге тырысамын. Бұл жаңағы үшбұрыш тәріздес қошқар мүйізді ою, жаңағы өзгеше қылып осылайынан сызып жатырмын. Енді бұл бір жерлерде мүмкін бар шығар осылай оюлар. Менің ойымнан осылай ою бүгіндікке туындады. Қошқар мүйіз барлық жерде бар ғой, сәл-сәл өзгертіп сыза берсе әртүрлі оюлар қалыптаса береді. Әрине бұны жаңағы мынау ішкі қолмен саусақпен көрсетіп жатырмын. Ішкі сызықтан арада сызған жер асып кетпеу керек. Жаңағы мынау ішкі бүктеген үшбұрыштан асып кетпеу керек. Енді соны қадағалап алғаннан кейін қиямыз қайшымен. Қайшымыз әрине оңақты болу керек. Маған әзірше оңақты қайшы болмай жатыр. Бір тішке әдемі қайшы кездеспей жүр алармын. Ең бастысы оюды білдіріп алмай, сызып алу керек, қиып алу керек. Біз сызып болғаннан кейін мынау маркермен әдейілеп сіздер анық көру үшін қоюландырып сызамын. Оның пайдасы бар деп ойлаймын. Мінекей оюды да қысқартып, жаңағы видеомды қысқартып қиып, мінекей оюдың тура қырқылып аяқталған жерінен түсіріп жатырмыз. Оюымыз жалпы дайын, сәнді шықты деп ойлаймын. Қазір ашып көрсететін боламын. Мынау сыртқы қиып алған оюдың өзін пайдалануға болады, білесіздер. Мінекей оюымызды ашып жатырмыз. Сіздердің игіліктеріңізге жараса әрине қуаныштымын. Жалпы менің оюларым сызып жатқан сіздерге ұнайтын болса, каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Каналға тіркеліңіздер. Әр жыл осындай оюларды сызып ойып көрсетіп отырамын. Сол оюлар түрлімен танысып отырасыздар. Каналға жазылып қойыңыздар. Мінекей дөңгелек үшбұрышты оюым менің пайда болды.